Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? IQ подкастына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы ұжымдағы шектетуге кім кінәлі? Шектетілген адам ба, әлде қоғам ба? Құрметті қатысушылар, қош келдіңіздер. Енді жағымды атмосфера қалыптастыру үшін бір-бірлеріңізді таныстырып кетсеңіздер. Менің аты-жөнім Молдажанова Анель. Менің есімім Жүнісова Альбина. Менің есімім Тілеуберді Қарақат. Шақырғаныңызға көптен көп рахмет. Қатысушылар, келгендеріңізге рахмет. Енді біздің бүгінгі подкастымыздың тақырыбы ұжымдағы шектетуге кім кінәлі? Қоғам ба, әлде шектетілген адам ба? Подкастымызды бастайық. Подкастымызды бастамас бұрын жалпы шектету деген не екенін біліп алайық. Сіздердің ойларынша шектету дегеніміз не? Ол бір сөзбен айтқанда адамды белгілі бір топтан ысырып тастау, яғни адамдардың арасындағы түсініспеушіліктен туындаған әділетсіздік деп айтсақ та болады. Енді бірінші сұрағымызға тоқталып кетейік. Бірінші сұрағымыз, бұл мәселе жалпы қазіргі жастар арасында қаншалықты өзекті деп санайсыздар? Кетейін. Менің ойымша осы проблема қазіргі уақытта өте қоғамда, жалпы тек қана жастар арасында ғана емес, жалпы барлық ұжымда кездесетін өте ауқымды әрі өзекті проблема деп ойлаймын. Бұл әрине жастардың арасында кеңінен қолданылатын мәселелердің бірі. Бұл әлеуметтік желі мен ортадағы қысым салдарынан туындап жатыр. Негізінен адам өзгерді ме, әлде заман өзгерді ме, ол туралы нақты айту белгісіз. Өйткені бұл мәселе әлі күнге дейін жалғасуда және шешімін ешкім тапқан жоқ сияқты еленбей қалып жатқан мәселенің бірі деп айтуға болады. Жауаптарыңызға рахмет. Енді біздің келесі сұрағымыз, неге ұжым кейбір адамдарды қабылдамайды? Енді осы сұраққа ойларыңыз қандай? Кезде орта адамды оның индивидуалды ерекшеліктеріне байланысты, оның сырт келбетіне байланысты және де оның қоғамдағы өзін өзі ұстауына да байланысты сынай алады. Мен Альбинаның ойымен толықтай келісемін. Және де әр адам жаңа бір орта қоғамға, жаңа ұжымға келгенде, яғни ол оның қабылдамау бір себептеріне, яғни әр адамның өзінің индивидуалдық ерекшеліктері, яғни оның ішіне оның бір тұйық мінезі, оның ашылмауы, ішкі бір тұйықтығы, сенімсізділігі де жатады. Мысалға деген кейбір адамдарға, кейбір оқушыларға ортаға тез сіңіп кету оңай болса, кейбір оқушыларға керісінше өзінің ішкі бір сенімсіздігін ойымша ұжым кейбір адамдарды өзінің ортасына қабылдамайды. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Енді Қарақат. Негізі ұжымның кейбір адамдарды қабылдамауына тікелей адамның өзі кінәлі деп санаймын. Негізі менің ойыма көбі келсе, кейбіреуі келіспеуі де мүмкін. Өйткені кейбір адамдар ортаға бейімделмейді, өздерін аша алмайды. Мысалы, шындыққа тура қарасақ, көбісі мінсіз адамды, мінсіз ортаны іздейді. Енді өмірде мінсіз адам болмағаннан кейін ондай ортаны табу әрине қиынға соғады. Былай айтады ғой, қаспалай берсең пенденің бәрі қап-қара, ақ пейіліңменен ағартып алды аралас дейді. Егер сіз мінсіз адамды іздей беретін болсаңыз, сіз әрине ешқандай топқа қосыла алмайсыз, сіз әрине ол топтан шеттетіліп қаласыз. Яғни сол топтың, сол ұжымның ағымымен ілесіп ағып кете алмайтын болсаңыз, әрине шеттетілу орын алады деп санаймын. Қарақат, рахмет жауабыңызға. Осы жерде мен өз ойымды тағы да қосып айта кетсем, мен Қарақаттың оймен толықтай келісе қоймаймын. Қарақаттың айтқанының жөні бар, бірақ та дегенменен де айтады ғой орыстарда стадное мышление деп. Негізі тек қана шектетілген адамды ғана кінәлай алмаймыз. Жалпы оның мінезі, ол өзі сіңіспеді деп, сондай да бар. Бірақ та бір адамның кесірінен жалпы барлық ұжым, барлық топта бір адамға толығымен андай, яғни жабылып, оны басып кетуі де әбден мүмкін. Ондай да ситуациялар яғни бар біздің қоғамда. Сол себепті де екі жақты да қарастырған жөн деп ойлаймын. Тек қана шектетілген адамды ғана кінәлай бермей. Анель, жауабыңызға рахмет. Енді келесі сұрақты айтатын болсақ, жалпы мінез, сыртқы келбет, сенімділік, бұлардың қайсысы жалпы адам шектетілуіне үлкен рөл атқарады деп санайсыздар? Менің ойымша, адамның сырт келбетінен гөрі көбінесе адамның мінезі және де оның ішкі сенімділігі үлкен рөл атқарады. Себебі адам өзіне іште сенімді болмаса, ол өзін өзі қабылдамаса, оны ешқандай орта қабылдай алмайды. Мен Альбинаның ойымен толықтай келісемін. Және де сенімділік ол үлкен рөл атқарады. және де мінез құлыққа келетін болсақ та, әр адамның өз алдына бір мінезі бар, әр адамның өз алдына бір мендігі бар. Бірақ та біз қоғамда ортада болғаннан кейін, бір ұжым болғаннан кейін, біз өзіміздің менмендігімізді кішкене басып, яғни барлық адамдармен бірдей деңгейде болсақ, ол да үлкен пайдасын тигізеді деп ойлаймын жалпы. Шынымен де ойларыңызға мен қосыламын, өйткені ең үлкен рөлді осы мінез бен сенімділік шынымен де ойнайтыны анық. Оған барлығы келіседі деп ойлаймын. Өйткені қараңыз, сырт келбетім осындай екен деп, жаман екен деп, мына жерім қисық екен деп, ортадан шеттетіліп, өзіңізді сол адамдарға лайық көрмейтін болсаңыз, әрине ол адамдар сіздерді өзінің тобына қоспайды. Өйткені өзіңді жақсы көре алмасаң, өзгелер сені қалай жақсы көреді деген ой осындайда туындайды. Жауаптарыңызға рахмет. Енді келесі сұраққа көшейік. Жалпы адам ұжымға бейімделу керек па, әлде ұжым адамды қабылдау керек па? Енді сіздердің ойларыңыз. Жауаптарыңызға рахмет. Шынымен де мен сапалы жауаптарды естідім. Енді келесі сұраққа тоқталып кететін болсақ, жалпы адам ұжымға бейімделу керек па, әлде ұжым адамды қабылдау керек па? Өз ойларыңыз.
Менің ойымша, адамның ұжымға сіңісуі және де ұжымның адамды қабылдауы бұл екі жақты процесс болып табылады. Және де бұл жерде ұжым да адам да бірдей қатысу керек деп ойлаймын. Мен келісемін, иә. Бірақ та екі жақты процесс болғанымен де менің ойымша көбінесе көп жағдайда адам қабылдау керек деп ойлаймын ұжымды. Бірақ та қаншалықты екі процесс болмаса да менің ойымша адам ұжымды қабылдау керек деп санаймын. Себебі қанша адам болса сонша ой болады. Әр адамның ойымен біз әрине де келісе бермейміз. Сол себепті әр адамның ойын қабылдау маңызды деп ойлаймын. Сол себепті де адам ұжымды қабылдау керек деп ойлаймын жалпы. Мен де осы пікірге қосыламын, өйткені адам алдымен ұжымға сіңісу керек. Бағана өз ойымда айтқан болатынмын, бір ұжымға, бір қоғамға сіңісіп кеткің келсе, сол ұжымның ағымына ілесу керексің деп. Неліктен түгелдей тұтас ұжым бір адамның ғана ығына жығыла беру керек. Бұл орайда әрине біреулермен сіңісіп кету үшін алдымен өзің де солармен бірге ілесіп, солардың ағымына ілесу керек сияқтысың. Кейіннен уақыт өте келе өзіңнің ережелеріңді де сол жерде уақыт өте келе өзіңді ашып барып өз орныңды табасың деп ойлаймын. Жалпы менің ойымша бұл қоғамға да адамның өзіне де байланысты деп санаймыз, иә. Жалпы қорытындылай келсек. Енді біздің келесі сұрағымыз, жалпы шектетілген адам қандай сезімдерден өтеді? Сіздердің ойларыңыз? Жалпы көбіне шеттетуде қалып жататын адамдар өзіне сенімсіз болып келеді. Әрине ондай жағдайда ең алдымен реніш, ыза, ашу, кек деген сияқты көптеген сезімдерден өтіп жатады. Одан кейін жаңағы айтып кеткен аталмыш депрессияларға, сондай сияқты дүниелерге түсіп кетіп жатады. Бұның барлығын негізі жеңу үшін адамға дос керек. Негізі жалғыздың жаны құдай дейді ғой. Қанша дегенмен адамға сырлас сондай бір адам керек сияқты, бірақ сондай бір депрессияға түсіп кеткен кезде негізі алып шығу қиын болады. Сондықтан осы біздің подкастымызда жақсы тақырып таңдалған сияқты, осындай мәселенің алдын алу үшін енді осы біз қозғап жатқаннан кейін мүмкін біз осы мәселені тоқтатуға сәл болсын үлесімізді қосамыз деген ойдамын. Жалпы мектепті алатын болсақ, яғни шектетілген бала сабақты көп босатып, түрлі себептерге байланысты өзі ойдан шығарып құрастырып, ата-аналарына бармаймын деген сияқты, және де ол тікелей оқу үлгеріміне де әсер етеді. Яғни барлық пәннен көп сабақ өткізгеннен кейін түсінбей, бағалары төмендеп, жалпы тек қана ұжымда ғана емес, ата-аналарының, мұғалімдерінің алдарында да кішкене бір деңгейі түседі деп ойлаймын. Және де жұмыс Барысында да. және де жұмыс барысында да, басқа да ұжымдарды алатын болсақ та, адамдар, шектетілген адамдар жұмысқа барғысы келмей, тағы да сол айтып кеткен сияқты түрлі бір себептерге байланысты жұмысқа да келмей, жұмыс үлгерімі де, қалай үлгерімі? Жұмыс сапасы, жалпы жұмыс сапасы да төмендейді. Жауабыңызға рахмет. Енді шеттетілген, бір рет шеттетіліп қалған адамның түп санасында шынымен де ұзаққа дейін қалып қояды. Болды, мені енді қабылдай алмайды, осындай да осындай деген сияқты көптеген ойлары санасында негізінен қалыптасып қалады. Ондай жағдайдан шығу қиын. Негізі көрермендер, сондай жағдайда жүрген достарыңыз болатын болса, барынша қолдау білдіріп, мотивация берулеріңіз керек. Өйткені ондай жағдайдан барынша адамды тезірек алып шығу маңызды. Және де қосып кетсем, мысалға дейін осындай адамдар, шектетілген адамдар, яғни осы буллингке ұшынған адамдар, олар көбінесе айтады ғой, травмированный болып өседі де, мысалға дейін көбінесе қылмыскерлер де, кейбір мысалға дейін андай бір жаман іс жасаған адамдар да олардан интервью алады ғой. Мысалға дейін олар көбінесе мен жалғыз өстім, менің достарым болмады, мен буллингке ұшындым деп айтып кетеді. Және де бұл бала кезден басталса, ол өмір бақи де андай өте үлкен мәселеге алып келуі мүмкін деп айта аламыз. Жалпы сіздер буллингке тап болдыңыздар ма, және де оның шешу жолдарының қадамдары қандай деп ойлайсыздар? Негізі тапыр буллинг деп айтуға келмейтін шығар, бірақ негізінен бағана біз өзіміз де сол сұрақты қозғап кеттік қой. Негізі мінез біраз нәрсе шешіп тұр ғой бұл жерде. Негізі адам көп жағдайда тұйық болған адамдар негізінен буллингке көбінесе ұшырап жатады. Енді бұл оқиғаны буллинг деп айтуға келе ме келмей ме білмеймін, бірақ жеке өзім бала кезінен тұйық болып өстім. Бұл жерде негізі ата-аналар назар аудару керек, өйткені тікелей өзімнің анам маған достарды таңдап беретін болатын. Өйткені менің сабағым жақсы болғандықтан үлгерімі төмен балалармен араласпа деген сияқты көптеген жағдайлар болды. Соның кесірінен балалардың арасында кішкене бізде дау туындап қалатын, және де жаңағыдай бала жоқ, қарақатпен араласпаңдар деген сияқты көптеген мысалы кішігірім сондай буллинг сондай нәрседен басталады да. Сондықтан ата-аналардың құлағына алтын сырға, балаларға шешімді өзіне қабылдауға кішкентай кезінен бастап мүмкіндік берген дұрыс деп ойлаймын. Және уақыт өте келе бұл тұйықтықты жеңу керек екенін түсіндім. Өйткені тұйық болып жүре берсең, өмірде ештеңеге жетпейсің, тек қана ұжым ғана емес, өмірдегі жетістіктерге де жете алмайсың. Сондықтан түп санадағы ұят деген нәрсені ысырып тастап, жаңағыдай бұл тұйықтықты жеңіп шығу, осы буллингтан шығып кетудің жақсы бір жолы деп санаймын. Жалпы ең алдымен де осы дауылдың үтір нүктесіне дейін барлығын толыққанды біліп алу керек. Тек қана жаңағы шектетілген адамның ғана емес, яғни қасындағы сол топтағы қыздар достарынан да жалпы екі жақ тарапты да толықтай есту керек. Егер де сол топтың ішінде
оқушылар сол достар өздері шеше алмаса, енді біздің кезімізде ол енді біз кішкентай болғанда болды ғой, бұған яғни мұғалім немесе ата аналар көмектесу керек. Жалпы бұл жерде иә сенікі былай дұрыс емес, бұл жерде былай деген секілді өз ойларын айтып, керісінше шектемей сол оқушыны оларды қосып, яғни қайтадан татуластыру жолдарын тауып, иә, жалпы қолдау беру керек. Сол арқылы да менің ойымша, егер де сондай жағдай болса, сол шектетілген оқушы, яғни басқа сыныпқа да кетпей, аралары, яғни менің ойымша ол шешілетін мәселе. иә өте шешетін мәселе. Өйткені түрлі конфликттар болады. Мысалға деген менің де құрбыларымның арасында қаншама енді конфликт болады ғой адам болғаннан кейін. Яғни біздің арамызда сондай бір конфликт, бір нәрсе туындап қалса, біз яғни сол қазанның бетін солай жабық күйде қалдырмай, әрмен қарай кетіп, яғни араласпай қоймаймыз. Себебі ол адам бізге жақын ғой, өйткені ол біздің құрбымыз, ол менің досым. Сол себепті де конфликтті шешу жолын қарастырасың. Мысалға, егер де мен кінәлі болсам да, мен Альбинаны жақсы көргеннің арқасында мен өзім бірінші қадам жасап, арамыздағы яғни достықты сақтап қалып, әрмен қарай жалғастырып, түрлі әрекеттер жасаймын. Сол арқылы да осы достық әрмен қарай жалғасады деп ойлаймын. Амин, рахмет, жауабыңыз өте жақсы болды. Енді келесі сұрағымыз, жалпы бұл жағдай адамның өзін өзі бағалауына әсер етеді ме? Және де әсер етсе, қалай әсер етеді? Сіздің мысалдан қарағат. Енді бұндай жағдайдан өткеннен кейін әрине өзіңді төмен санай бастайсың, өзіңе деген сенімсіздік нөлге қарай түсіп кетеді деуге де болады. Бұл жағдайдан шығу, кейбір адамдар болады, қанша жерден жағдайдан шығудың жолын айтсаң да, жаңағыдай мотивация беріп жатсаң да, ол адамның құлағынан былай шығып кетіп жатады, елемей жатады. Өйткені кейбір адамдар шынымен де жалғыздықты жақсы көруі мүмкін. Ал оны көбісі буллингпен де шатастырып жатуы да әбден мүмкін деп айтуға болады. Негізі әр адамға айтқым келеді, бұл буллинг деген нәрсе әрбір адамның басынан кем дегенде бір рет болсын өтетін дүние. Бұдан шығып кетуге тырысу керек. Өйткені ішіңіздегі кішкентай менді құтқарып қалу керексіз, қорғай алу керексіз деп санаймын. Рахмет, жауабыңызға рахмет. Енді келесі сұраққа көшетін болсақ, жалпы ұжым әрқашан дұрыс шешім қабылдайды ма? Яғни осы шектетілген адамды шектету шешімі дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Негізі бағанадан бері айтып жатқаныма қарап, тек қана ұжымдағы адамдардың бәрі періште, сол шектетіліп жатқан адам ғана кінәлі деген ойда ғана қалып қалғым келмейді әрине. Негізі бұған көп жағдайда негізі ұжым кінәлі болады. Ұжым да дұрыс шешім қабылдамауы мүмкін, ұжым да қателесуі мүмкін, өйткені ол да белгілі бір адамдардың тобынан тұрады ғой. Бұл өмір жаман мен жақсыдан тұрады, ақ пен қарадан тұрады. Сондықтан әділетсіздік әрине ұжымның кесірінен де орын алып жатады. Бұл көбінесе ситуацияның өзіне байланысты, я адамдарға да байланысты болып келеді. Енді мен осы сұраққа жауап беретін болсам, әрине мен бұндай оймен келіспеймін. Ұжым толықтай дұрыс шешім қабылдайды дегенмен, себебі әр ұжымда бір сөзі жүретін, сөзі өтетін бір сондай бір тұлға болады. Бірақ та сол тұлғаның сөзін ғана естіп қоймай, сол тұлғаның сөзімен ғана жүретін болса, бұдан ол қандай ортақ ұжымның ойы болып есептелмейді. Сол себепті де әр адамның өз жеке алды бір пікірі болу керек, жеке алды бір ойы болу керек. Сол себепті де мен бұндай оймен келіспеймін. Анель, жауабыңызға рахмет. Енді біз подкастымыздың соңына, мәресіне жеттік деп ойлаймын. Енді жалпы біздің тақырыбымыз қандай болды? Ұжымдағы шектетуге кім кінәлі? Адамның өзі ме, әлде қоғам ба? Енді қорытындылап кететін болсақ, жалпы қоғам бізде адамдардан құралады. Ал әр адам өз әрекетімен сол қоғамның бейнесін қалыптастырады деп айта аламыз. Егер де адам мысалға өз жауапкершілігін сезінбей, өзгелердің құқығын елемесе, онда бізде қоғамда әрине де шектеулер пайда болады. Бұл факт болып табылады. Бірақ та кейбір жағдайда қоғамның талаптары да өте қатыгез болып келеді. Сол себептен біз кінәні тек қана бір жаққа ғана аударуымыз бұл дұрыс емес. Шынымен де негізгі шешім бұл өзара жауапкершілік пен түсіністік деп айта аламыз, иә? Барлығымыз осы оймен келісеміз деген ойдамын, иә? Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.